Massив бөлімінің 4-ші сабағы. Бұнда біз машина деталын сызып үйренетін боламыз. Бұл жерде қарап отырғандарыңыздай бірнеше шеңбер орналасқан. Сыртында бір шеңбер, 2, 3, 4. 4 шеңбер бірінің ішіне бірі орналасқан. Бірінші біз сыртқы шеңберден бастап сызамыз. Сыртқы шеңбердің диаметрі 138. Жаңа бетті ашамыз. 3D модельдеуге кіреміз. 3-ті окей деп басамыз. Фонды аққа қойып алайын. Қазір үстіңгі жазықтықты таңдаймыз. Ескізді кірдік. Енді бірінші шеңберді сызып аламыз. Үлкен шеңберді 1, 2, 3 және 4 шеңбер орналасқан. Біздің сызбада 4 шеңбер. 1, 2, 3, 4 шеңбер орналасқан. Ең сыртқы шеңбердің диаметрі 138. Смартты таңдаймыз. 138 диаметрі 138. Окей деп басамыз. Міне. Ішкі шеңбердің диаметрі, мына жердің диаметрі бізде көрсетілген 110. 110 басамыз. Ішкі шеңбердің диаметрі бізде 70. Ең кішкентай шеңбердің диаметрі бізде 30. Бітті. Ендігі кезекте біз осы жерді сызатын боламыз. Аралығы 10 мм. Бірінші біз өстік сызықты жүргізіп аламыз. Мына жерден былай қарай бір өстік сызық жүргіземіз, көмекші сызық. Енді осыны пайдаланып, бізде аралығы 10 мм-лік сызықты сызамыз. Ол үшін сызықты таңдаймыз. Бұл функцияны басамыз. Міне қараңыздар, 10 мм болып тұр. Яғни біз бұл жерде 5 деп жазсақ болады. Яғни екі сызықтың арасы. Мына мен мынаның аралығы 5, мына мен мынаның аралығы 5. Яғни екі сызықтың аралығы 10 мм деген сөз. Окей деп басамыз. Сіздерде бұлай тұруы мүмкін. Бастыңыздар, бұлай емес, керісінше, бұлай не болмаса, осылай тұруы мүмкін. Сізде екі сызықты қатар сызу үшін сізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші функцияны белгі қоясыз. Міне қараңыздар, осылай бізде сызық сызылады. Я болмаса, бір жағына осылай 5 деп сызық сыздыңыз, окей дедіңіз. Және екінші таңдап, қайтадан кіріп, бұл жерде осылай істесеңіз болады. Міне, бағытын ауыстырасыз, осылай істесеңіз болады. Бізде ең қолайлы әдіс, бір рет сызықты бастық, функцияның ішіне кіреміз, мына жерде міне мынау тұрғанды басамыз. Бұл жерге 5 деп жаздық, окей дейміз. Енді қараңыздар, екі сызықтың арасы бізде 10 мм. Бұл жерде де 10 мм көрсетілген. Яғни дұрыс деген сөз. Енді артық бөлімін кесіп тастаймыз. Қайшыны бұл бөліміне қойдым. Басамыз. Сызықты бір-ақ рет басасыздар. Бізде кесіледі. Міне. Бітті. Ендігі кезекте біз осыны айландыра орналастырамыз. Яғни массивті қолданамыз. Бұл жерге кіреміз.
мынаны басамыз. Сызықты таңдаймыз, екі сызықты. Бізде таңдадық, міне екі сызықты. Массив бөліміне өтеміз. Енді мына жерде міне 4 дана орналасып тұр бізде дәл қазір. Мына жерде біз санасақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 данасы орналасқан. Біз бұл жерге 10 деп жазамыз. 10 деп жазамыз. Қараңыздар, сызықтар бізде сызылды. Окей деп басамыз. Қараңыздар. Енді қалған бөліктерді біз кесіп тастаймыз. Мына жерде міне, мына бөлікте және мына жағы кесіліп алынады. Бізде қайсы бөліктер? Мына бөліктер кесіп алынады. Бірінші осыны алып тастайық. Міне. Бір қараса күрделі сызба, бірақ тым оңай сызылады. Енді мына жерді кесіп тастаймыз. Тура осылай міне. Сіздер эскиз бөлімін қаншалықты жақсы меңгерсеңіздер, кез келген сызбаны оңай әрі жылдам жолмен сыза алатын боласыздар. Бізде сыртқы формасы келді. Енді ішкі шеңбер. Бұл жерде үзік сызық. Үзік сызыққа айландыру үшін бізде сызықты бір басамыз. Басқан кезде мынадай терезе ашылады бізде. Я болмаса мына жақтан бассаңыздар болады. Кірдік. Мынаны бастым. Үзік сызыққа айланды. Ендігі кезекте мен шеңберді сызам. Шеңберді бұлдан емес, тура осы жерден бастаймын. Я болмаса мына жерден. Өйткені дүзу сызықтың бойында орналасқан. Бұлдан 6 дана, диаметрі 16. Бойлап отырсаңыздар, мына жақта міне өзі белгі береді. Кез келген өлшемге қойып қойсаңыздар болады міне. Диаметрі 16, 6 дана, Бұл жерде сіздер шеңберді сызған мезетте мына жаққа радиусын жазсаңыздар болады. Радиусы бізде 8-дің жартысы, я болмаса мысалы 16 бөлінген 2 деп жазсаңыздар болады. Enter басасыздар, міне, өзі есептейді, 8 деп шығарды. Я болмаса, қараңыздар, артқа бастым. Бұл жерден істесек те болады. Диаметрі 16. Міне. Енді осыдан бізде 6 дана керек деп тұр. 6 дана сызықты таңдадық. Массивке кіреміз. Бұл жерге біз 6 деп жазамыз. Окей дедік. Міне. 6 дана бізде шеңбер сызылды. Ішкі шеңбердің диаметрі бізде 30. Сызылған бәрі, яғни бізде сызба дайын. Сонымен эскиз бөлімінің 4-ші сабағы аяқталды. Егерде тағы бір айта кетейін, мына жерде сызықтың түсін өзгерту үшін бізде эскизге басамыз. Мышканың оң жағын басамыз. Оң жағын басқаннан кейін астыға қарай түсірсеңіздер, сызықтың түсін өзгертуге болатын функция бар мына жерде. Қараңыздар, яғни скетч дейді. Скетчтің бояуы. Яғни мен мысалы қызылға қоям. Окей деп басам. Міне. Тура осылай бізде бояуды өзгерте аламыз. Сызықтың түсін таңдай аламыз. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.